Ассалаумағалейкум достар, сіздермен досымжан. Мен бүгін сіздерге инстаграмнан қалай фото жазу керек үйрететін боламын. Әрине ол көп адамдардың бастарыңызда болғандары анық. Сол себептерді қараңыздар, міндетті түрде лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, бірінші болсаңыздар каналға подписываться етіп кетіңіздер. Сіздерге ең алдымен қажетті программа көріп тұрғандай Q6 Save программасы. Міндетті бұл плеймаркетте бар, сол себептен де ешқандай ақша емес тегін. Сол себептен де жазуға қорықпаңыздар. Екіншісі инстаграмға кіресіздер. Өзіңізге қажетті фото, мысалға маған қажетті фото мысалы мынау. 3 точка тұр ғой басында, соны басасыздар. Міне копировать ссылку 3-ші тұр, соны басамыз. Болды. Және де артынан Q6-қа кіреміз. Міне және қарап тұрмын тұр мінекей, бізге қажетті фото. Міне қасында 3-ші тұр ғой, міне 3-ші. Соны басасыздар. Разрешить бәрін басамыз. Сонымен болып, 2-ші тұны басу керек. Және фото сақталды, сіздерге міндетті дәлелдеймін мұны. Міне қазір қарап тұрғанда Q6 Save міне жазылды. Сіздердің артымен үміттенемін. Міндетті лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Менің ВК мен Инстаграм ссылкасы міндетті описаниеде болады. Оған да лайк басыңыздар, друзья жазсаңыз, подписываться етіңіздер. Сіздермен болған досымжан, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.